Ең алдымен Play Market'тен Canva приложениесін басып аламыз. Мінекей менің өзім басып алынған Canva приложением дайын тұр. Осының ішінен ашып, өзімізге қажетті не керек, сторис салғымыз келе ма, презентация жасағымыз келе ма, әлде шақырту жасағымыз келеді ма, соның барлығын таңдаймыз. Мен ең алдымен өзіме керекті Instagram историямды жөндеу үшін керекті видеомды қарап тауып аламын. Мінекей мен осы видеоны таңдадым. Мінекей осыны дәл осылай етіп өзгерттім. Қайырлы күн. Дәл үстінен басамыз. Дәл орысша жазудың үстінен бәрін басып, осылайша өзімізге қажетті сөздеріміздің барлығын жаза береміз. Сәтті күн тілеймін деп, мінекей астындағы сөздерді өзгертуімізге де болады. Әртүрлі шрифттарды таңдауға да болады. Мен дәл осылай өзінікі қалай қалды, дәл солай етіп қалдырдым. Мінекей дәл осылай видеодағыдай етіп сақтап аламыз видеомызды. Мінекей осылайша етіп Инстаграмымызға бірден жүктеп қоямыз. Инстаграмымызға жүктеген кезде дәл осындай әдемі видео шықты. Каналға тіркеліп, комментарий және лайк баса өтіңіз. Алдағы уақытта өте қызықты материалдар болады.